Машалла емес, Құдай қаласа деп айтуымыз керек дедіңіз. Иә? Ифтар емес, ауызашар деп айтуымыз керек дедіңіз. Иә. Астағфиралла емес, Құдай сақтасын деп айтуымыз керек дедіңіз. Енді осы сөздерді 30 жыл бойы елімізде неге бір имам айта алмады? Кімнен қорықты? Қорықты деп айтамаймын енді. Мүмкін бізге өзі таңсық болды ғой. Мұндаға дейін шетелде оқып келгендерге біз табына қарадық. Египеттен келдім, Меккеден келдім десе, біз өз қанымыз сондай ғой. Бір жақтан мазар басып келді, анау жақтан келді десе, анау Меккеден келгендерге аяғының астына кілем төсеп, ақ мата төсеп, аяғы қолын сүйіп шығарып салған елміз, күлік тұпаған елміз біз өз. Біздің өз қанымызда бар бұл нәрсе. Бұхара бастым десе, орнынан тұрған елміз. Сондықтан ол нәрсе енді төменде қалды деп айтпаймын, бірақ біздің елде, өзіміздің елде оқыған, біздің халықтың рухын, жәнін, тәнін түсінген адам ғана осыған күйі керек деп есептеймін. Шетелге жіберу үшін әбден пісіріп, кеше мен бір студент баламен сөйлестім өзім. Ол ойлады, менен бір нәрсе сұрайды деп. Мен айттым, сен қай руың кім дедім. Руын айтты. Шымырдың баласымын деді. Шымырдың қай атасының баласысың дедім. Құли атаның баласымын деді. Құлидан төмен қарай қанша баласы бар деп сұрадым. Білмейді. Неге білмейсің? Нешінші атаң деп едім, 10 атам деді. 10 атаң болса 10 атаға дейін, 7 атаға дейін. Несі баласы бірі? Осыдан, мен өзім ойлаймын, осыдан бастау керек. Бірінші руды тарқату керек. Кезінде имам Шафиғи деген үлкен ғұлама өткен, 4 мазхабтың біреуінің негізін қалаған ол кісі. Сол кісінің сөзі бар. Мен өзімнің елім тұрмақ көрші ауылдардың барлығының 7 атасы емес, 10 атасына дейін тарқатып бере аламын деген. Бүкіл адамның деген. Сондықтан әсіресе имамдарымыз, енді бұрыннан келе жатқандар енді әккі болмаса да жобалап қалды. Бірақ кейінгі келе жатқан студенттер мынау. 7 атасын білген ол 7 жұрттың қамын жейді деп бекер айтылмаған сөз ол. Ол Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 7 атасын білетін шығар. Мен ризамын оған. Жақсы. Бірақ өз атамыз қайда қалады? Неге біз өз атамызды тарқатып бере алмаймыз? Және ол тек қана Сұлтан Мараттың баласы, Марат Қанаттың баласы, Қанат Оспанның баласы деген сөзбен бітпейді ол. Оның қанша баласы бар, одан қаншама тұқым тарады, олармен сен араласасың ба деген сөз осы жерден туындау керек. Қаншалық, мен ағайын осыдан шығады. Құр жаттап ал, мен бәлен баласы. Жоқ, соның несе баласы болсақ, сонда біз ел боламыз. Өзі, діннің өзі тек қана қара басыңды көтермейді. Біз демейді ғой, мынау, мен Рүстам біраз уақытымда кластастар туралы айтқам. Бізді кластастарды қатты қуалап кетіп, құда жекжат, бай бақуаттылардың артына түсіп, шашпауын көтеріп, бауырларының ағайындары менсімей кетті. Ағайындар келсе қабаға түсіп, самавардың басына оттың жар деген жағдайға жеткендер бар. Солар жоқ, оның деңгейі ол емес. Әкеңнің, ағаңның, бауырының керектесе бізде қазақ тарихында жолменен, ата жолымен есептейді. Ата жолымен шапан кигізген, ата жолымен сөз берген. Біздің қазақ өзі екі-ақ нәрсеге ренжікпеген. Біреуі сүйек, екіншісі сөз. Яғни бұл жерде бұл сөздің түбінде мән бар. Сөз сөйлегенде өзінің реттілігімен сөйлеген. Ал енді сүйекші, жамбас кімге тартылады? Біз жамбасты тек қана құдақ жекжатты қолап кеттік қой. Негізінде ағайын бауырларға берген дұрыс. Үлкен сол әулеттің ақсақалдарына берген дұрыс. Мына айттау мәселесінде де айтып едім. Айттағанда біз анау кішкене жағдайы жақсы, үй коттеджі сәл жоғарырақ, сенде полторашка болса, екі этаждан жоғары қарай баруға тырысамыз. Қате бұл. Сол үйге кірмейсің бәрібір сен, сол үйге сіңбейсің бәрібір. Жоқ. Қай үйде ақсақал, ата, апа бар, сол қара шаңырақ саналады. Қара шаңырақ деген түсінік біздегі анау ауылдағы біз тұрып кетіп қалған қара шаңырақ емес. Қара шаңырақ сол әулеттің үлкені кім сенде? Кім сыйғызып отыр оны? Сіз мықты болыңыз, бірақ бір кемпір, бір шал сенің үйіңе сыймаса, несі қара шаңырақ сен? Үйден қуып жіберсең, қыздың үйіне, қазір көп біздің аналарымыз қыздың қолына паналап кеткен. Көп ондай. Балаға сыймайды, баладан келіннен батамайды. Содан кейін кімнің қолына кетті? Қыздың қолына кетті. Күйеу бала жақсы болды. Сол үшін айтқан болар едім,